Сәлем достар, көз арасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге күн лазым. Бүгін мен экранда атақты футболшылардың суретін шығаратын боламын. Сендердің міндеттерің олардың кім екенін табу. Қаншасын дұрыс таба аласыздар? Жауаптарыңызды комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен бастайын. Кәнеке достым, бірінші футболшыны тауып көрші. Дұрыс таптың, жауабы Мбаппе. Екінші футболшыны тауып көрші. Дұрыс, жауабы Пьеро. Ал үшінші футболшының суретін арқылы тауып көрші. Үшінші футболшының жауабы Месси. Осы футболшының суретін арқылы тауып көрші. Дұрыс, жауабы Юнус. Ал бесінші футболшының суретін арқылы тауып көре аласың ба? Бесінші футболшының жауабы Джексон. Ал алтыншы футболшының суретін арқылы таба аласың ба? Дұрыс, жауабы Исмаил. Ал жетінші футболшыны таба алдың ба? Дұрыс таптың, жауабы Вахби. Ал сегізінші футболшыны суретін арқылы таба аласың ба? Дұрыс таптың деген ойдамын, жауабы Элмас. Ал бұл футболшыны кім деп ойлайсың? Дұрыс таба алдың ба? Жауабы Юсеф. Ал 10-шы футболшыны тауып көрші. Керемет, жауабы Такуми. Ал енді бұл футболшының суретін арқылы тауып көрші. Дұрыс, жауабы Азиз. Ал 12-ші футболшының суретін арқылы таба алдың ба? Жарайсың, жауабы Гвардиол. Ал енді 13-ші футболшының суретін арқылы тауып көрші. Жарайсың, жауабы Эндо. Ал енді бұл футболшының суретін арқылы тауып көрші. Таба алдың ба? Жауабы Морато. Келесі футболшыны тауып көрші. Таба алдың ба? Жауабы Луис. Ал енді 16-ші футболшының суретін арқылы тауып көрші. Дұрыс таба алдың ба? Жауабы Чо. Ал бұл футболшының суретін арқылы таба аласың ба? Керемет, жауабы Сон. Ал бұл футболшыны точно біледі деген ойдамын. Дұрыс таптың, жауабы Роналдо. Ал енді 19-ші суретін арқылы футболшыны тауып көрші. Таба алдың ба? Жауабы Неймар. Ал келесі футболшының суретін арқылы таба аласың ба? Таба алдың ба? Жауабы Адамс. 21-ші суреттегі футболшыны таба аласың ба? Таба алдың деген ойдамын, жауап Белгем. Ал енді 22-ші футболшының суретін арқылы тауып көрші. Дұрыс таптың деген ойдамын, жауабы Халанд. 23-ші футболшының суретін арқылы тауып көрші. Таба алдың ба? Жауабы Аке. Ал енді 24-ші футболшыны тауып көрші. Соңғы футболшының суретін арқылы тауып көрші. Таптың деген ойдамын, жауабы Дензел. Кәнеке, қайсы ел тұтты деп ойлайсың? Бразилия немесе Норвегия? Дұрыс, жауабы 1-2 болып Норвегия ұтқан. Ал екіншісінде қандай ел тұтты деп ойлайсың? Франция немесе Англия? Дұрыс таба алдың ба? 4-6 болып Англия ұтқан. Ал үшінші елде қайсы ұтты деп ойлайсың? Дұрыс, жауабы 3-2 болып Аргентина ұтқан. Ал бұл жерде қандай ел ұтқан деп ойлайсың? Португалия немесе Испания? Дұрыс, жауабы 1-0 болып Испания ұтқан. Ал соңғысы қай ел ұтты деп ойлайсың? Аргентина немесе Испания? Дұрыс, жауабы 1-0 болып Испания ұтқан. Соңына жеттік. Осы ойын ұнады ма, ұнамады ма, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Егер ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер тіркелсеңіздер, менің видеомды қалдырмай көретін боласыздар. Сіздер қанша футболшыны және қандай елді ұтқанын пікірге жазуды ұмытпаңыздар. Видео соңына жеттік. Всем пока!